Наңғырандыр. Қылмыс болған жерлерді Америкада картаға тіркеп қояды екен. Дәл солай Қазақстанда біз қай жерде қандай қылмыс болғанын картадан қалай таба аламыз? Қараңыздар. Ол үшін бірінші крыша кезетке кіресіздер. Міне крыша кезетке кіресіздер. Осы жерде сіздерге мына жерде карта деген тұрады. Картаны басқан кезде төбесінде міне преступность деген тұр. Соны бассаңыздар, мына жерде сіздерге қай жерде қандай қылмыстар болғанын көрсететін болады. Бұл жерде енді қараңыздар, жасылдан қызылға дейін деңгейге байланысты. Жасыл незаконное обращение с наркотическими средствами дейді. Одан кейінгі сары мошенничество. Так, оранжевый ұрлық екен, оранжевыйлар. Одан кейін наңғырандарына таудың несінде ішінде көп болады екен. Таудың наңғырандар. Ё-моё, былай тізіліп тұр ғой, еще бір жерде 3-4 штук болған, кажется. Ужас, наңғырандар. Мына жерде 4-еу болған. Кажется, таудың қуыс-қуыстар сияқты ғой. Так, оранжевыйды көрсеттім, я қызылды көрсетейін. Қызыл деген тек адамды зорлау, өлтіру деген сияқты мен көрсетіледі екен. Қазір қызыл тау. Мәссаған, мына таудың ішінде өте көп. Еще жақындасам шыға береді ғой мынау. Ужас. Қазір көрсетейін. Қызыл бар ма екен? Міне қызыл. Убийство. Яғни мына жерде адам өлтірілген деген сөз. Таудың ішінде өте көп екен. Наңғырандар. Ұрлықтары көп болған. Дәл осылай бір жерге көшетін болсаңыздар да, үй алатын болсаңыздар, жұмысқа тұратын болсаңыздар да, сол жердің қауіпсіз екенін, қандай жағдайлар болғанын біліп көріп отырыңыздар.